бақытты болуға кедергі келтіретін 5 нәрсе. Бірінші, өміріңізді кейінге қалдырасыз. Үйді өз талғамыңыз бойынша безендіргіңіз келеді, бірақ өз үйім болғанда жасаймын деп кейінге қалдырасыз. Көп ақша тапқыңыз келеді, бірақ арманымдағы жұмысты тапқанда бәрі болады дейсіз. Жылдар өтеді, бірақ өміріңізде еш өзгеріс болмайды. Сіз өзіңізге өмірді қазір сүруге тыйым салып, белгісіз болашаққа ысырып жүргендейсіз. Сол секілді, кей адамдар өмірдің нақты сәттерінде бақытты боламын деп ойлайды. Мысалы, күйеуге шыққаннан кейін, қандай да бір соманы жинаған соң, бала дүниеге келген соң, немесе қалаға көшкен соң бақытты боламын деп ойлайды. Алайда, олардың бірі шынымен орындалған кезде бақыт сезімі болмауы да мүмкін. Екінші, барыңызды бағаламайсыз. Адам өзінде бар материалдық болсын, материалдық емес, яғни отбасы, достар, хобби болсын, барша нәрселерді болу керек қарапайым нәрсе секілді қабылдайды. Алайда, бұлардың әрқайсысы өзіңізді бақытты сезінуге ықпал ететін негізгі факторлар екенін ұмытпағаныңыз жөн. Үшінші, өзіңіздің емес, басқаның өмірін сүргіңіз келеді. Қазір адамдар әлеуметтік желілердің және өмірлерін көрсететін атақты блогерлердің әсеріне берілген. Сол үшін көпшілікте осы нақты нәрселер, сапарлар, кештер бақыт сезімін сыйлайды деген қате пікір қалыптасады. Бұл нәрселерге дұрыстап ойланып қараңыз. Сізді олар шынымен де бақытты ете ме, әлде сізге бақыт сыйлайтын басқа нәрселер ме? Төртінші, қазіргі сәттен ләззат алуды білмейсіз. Жағымды және қуанышты сәт әр күнде бар. Бірақ оларды барлық адам бірдей байқай алмайды. Көпшілік өз сезімдеріне мән бермейді және қазіргі сәтке қуана білмейді. Оны үйрену үшін өз-өзіңізбен жұмыс жасау керек болады. Тап қазір қандай сезімдесіз? Таңғы асыңыз дәмді шыққан, радиодан жағымды музыка ойнап тұр және тағы басқа. Күнде кешкісін күні бойы орын алған 5-10 жағымды нәрсені жазып отыруды әдетке айналдырыңыз. Осылайша айналаңыздан жақсы нәрселерді байқауды үйренесіз. Бесінші, қателіктерден қорқасыз. Адам қателіктер жіберу арқылы өмір сүруді үйренеді. Сондықтан жаңа нәрселерді жасап көріңіз, қателесіңіз және қайтадан алға жылжыңыз. Сондай-ақ өткен қателіктер үшін өзіңізді жегідей жеудің қажеті жоқ. Қорытынды жасап, ары қарай жүріп үйреніңіз. Ал сізге бақытты болу үшін не нәрсе кедергі келтіреді? Комментарийға жаза кетіңіз. Каналыма жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде каналға подписка жасап, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Бұл каналда өмірлік, өте пайдалы ақпараттармен сіздермен бөлісе отырамын. Тек қана тыңдау емес, өміріңізде практика жүзінде қолданып көріңіз. Сол кезде өсесіз, алға қарай өрмелейсіз. Сәттілік тілеймін.